Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымызда екінші дүниежүзілік соғыстың себептері мен салдары атты жаңа тарауға қысқаша шолу жасайтын боламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939-1945 жылдар аралығында дүниежүзінің барлық бөліктерін қамтыған әскери қақтығыс болатын. Негізгі соғысушы тараптар Германия, Италия, Жапония бастаған ось елдері және оларға қарсы тұрған Франция, Ұлыбритания, КСРО және ақш еді. Бұл соғыс бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін шешілмей қалған қайшылықтардың 20 жылдық күрделі үзілісінен соң қайта тұтануы салдарынан басталды. Құрбандар саны шамамен 65 миллион адамды құрады. Яғни адамзат тарихындағы ең қанды әрі ауқымды соғыс ретінде тарихқа енді. Экранда берілген кесте мен даталарды жұмыс дәптеріне түсірейік. Екінші дүниежүзілік соғыс негізгі 5 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең Германияның Польшаны басып алуынан бастап КСРО-ға қарсы шабуылға дайындық кезеңіне дейінгі уақытты қамтиды. Екінші кезең Ұлы Отан соғысының басталуы мен фашистік армияның Сталинград бағытындағы шабуылына дейінгі кезең аралығын қамтиды. Үшінші кезең Кеңес әскерлерінің Сталинград түбіндегі қарсы шабуылынан басталып, Невель қалашығы операциясына дейін жалғасқан уақыт. Төртінші кезең Кеңес әскерлерінің шабуылы мен фашистерді КСРО аумағынан толықтай ығыстыру кезеңінен басталып, Германияның сөзсіз тізе бүгуіне дейінгі уақыт. 1945 жылғы 8 мамыр антигитлерлік коалиция елдерінің нацистік Германияны жеңген жеңіс күні. Бесінші кезең Жапониямен болған соғысты қамтиды. Тапсырма: экрандағы карталарға назар аударып, ондағы өзгерістерді анықтап, себебін түсіндіруге талпынып көріңіздер.